оқушының көкірегінде білім нәрімен ашылатын мөлдір бұлақ бар. Ал оны ашу үшін талап керек. Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез. Сіздің даналығыңызды болашақ мамандығым үшін қолданғым келеді. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Сен қандай маман иесі болғың келеді? Инженер. Роботтар адам игілігі үшін қызмет етіп, күнделікті қайталанбас жұмысты орындай алады. Ал сол роботтар мен техниканы ойлап табу үшін өнер табысқа қабілетті, білімді инженерлер жұмыс істейді. Ал мен өскенде табысты дизайнер боламын. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы халыққа жолдауында 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Осы уақыт ішінде техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау қажет. Әрі біз жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз, деді президент. Адал азамат, адал еңбек, адал табыс қағидасы тек еңбек етуші мамандарға ғана емес, студенттер мен түлектердің ойында біліммен бірге берілуі керек. Болашақтың мықты мамандары мектеп партасында білім алып жатыр. Әр сабақ сәтті карьераның бір баспалдағы. Сондықтан оқушыларға еңбекке деген ерекше махаббатты сіңіру біздің басты мақсатымыз. Жаңа толқын жастары білімі арқылы жаңа қоғам қалыптастырады. Келешектің кемел біліміне қадамды бірге басайық. Форумға қош келдіңіздер.